Сәлем достар, бүгін сіздермен біз осындай пешке пирожки пісіретін боламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын болады. Алдымен 2 кесе сүтімізді ыдысымызға құямыз. Оған 1 кесеге толтырмай суымызды құйып, оған 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық шекерімізді салатын боламыз. 1 шай қасық дрожжамызды саламыз. Қаймақ болса 1 қасық қаймақ, жарты кесе шемішкі май құйып, барлығын араластыратын боламыз. Керегенше ұнымызды салып, осылай ұнның барлығын бірден салып жібермейміз. Жаймендеп салып отырып, осылай қоймалжың қамыр жасап аламыз. Ары қарай қалған ұнымызды салып, осылай жұмсақ қамыр етіп илейтін боламыз. 1 ас қасық сливочный майды ертіп, дайын қамырымызға құйып, ары қарай илейтін боламыз. Сол кезде қамырымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығуына әсер ететін болады. Осылай жұмсақ етіп илеп, қамырдың бетін жауып қоятын боламыз. 2 сағатта ашып шығатын болады. Ашыған қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Өзіңізге ыңғайлы бөліктерге бөлетін боласыз. Мен шамалы шағындау етіп жасадым, өйткені балалар жегенге де ыңғайлы, әдемі көрінеді әрі. Осылайша барлық қамырымызды домалақтап жайып шығатын боламыз. Жайылып болған қамырларымызға дайын тұрған начинкамызды салып, түйіп шығатын боламыз. Менде начинка асылған картоппен қуырылған жуа. Осы начинканы балдар өте қатты ұнатады. Дәмі де әдемі болып шығады. Картопқа қуырылған жуаны салып, езетін болсақ, тұз бұрыш салып, араластырып, осылай қамырымызға салып, барлығын түйіп шықтым. Тапамызды алдын ала 200 градусқа қыздырып қоямыз. 200 градуста қызып тұрған пешімізге салып, пирожкилерімізді пісіріп алатын боламыз. Өте әдемі, жұмсақ болып шығатын болады. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқаның сарысымен 1 қасық қатықты араластырып, бетіне жағып шығатын боламыз. Осылайша пирожкилерімізді пеште пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға да ұнайтын болады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.